қалдым. Менің мұнда тұруыма рұқсат бергеніңе сен алмай тұрмын. Шәкіртің ретінде. Шайнин Кармар әке атанды. Енді мен тәтемін. Ал сенің алғашқы достық сабағың Стандерспен қайта достасудан басталады. Иә, бұл менмін. Иә, атақты сиқыршымын. Балақай, қанатты дара мүйіз бе? Ол керемет шалат және сиқыршы да бола алады. Жүрек болмаса, кристалл патшалығын мұз бен қар басып қалады. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім, Жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Кристалл патшалығы. Яғни, ежелгі ғажап рәсім болмайтыны аздай, бәріміз мұз болып қаламыз ба? Кристалл жүректің сиқырлы қорғанысы болмаса, бүкіл қала мұзды шөлге айналады. Бірақ Сомбра патша кристалл патшалығын кристалл жүрек жоғалып кеткен кезде басқарды. Ол кезде қаланы қар басып қалған жоқ. Жүрек жоғалып кеткен жоқ, ол қамалда болған. Сомбра патша оны тығып қойған. Туайлайт дұрыс айтады. Суық бұлттар қазірдің өзінде жиналып жатыр. Мен сол жерге көтеріліп, оларды қуып жібере алам. Бұл оңай. Олай етпеуге кеңес берем, Дәш. Бұл бұлттар сен ойлағандай емес. Қиыр солтүстікте ауа райының өз ерекшелігі бар. Енді бұлттар қарайып жолындағы барлық нәрсені жұтатын болады. Оның ішінде кристалл патшалығы да бар. Бізді де бірге жұтады. Мұнда бірдеңе болуы тиіс. Туайлайт ханшайымның бізді татуластырғысы келетінін білем, бірақ көп уақыт өтті. Бұл тізімдегі ештеңе көмектеспейтін шығар. Мен де солай ойлаймын. Бәрін бұрынғы қалпына келтіруге көмектесетін сиқыр жоқ қой. Негізі бірнеше кітап бар. Жүзеге асқан Мистмен достығы, Рокфух келісімі. Бірақ ханшайым сиқырды қаламаған сияқты еді. Әрине жоқ. Таптым. Егер ештеңе шықпаса, олардан өткен құпиялармен бөлісуді сұраңыз. Мүмкін, олар өкінетін нәрсе болуы да мүмкін. Иә, мұның қалай көмектесетінін түсінбеймін. Иә, біздің кеткеніміз жөн. Мұның бәрі Туайлайт қалағандай болмаған анық. Сенің маңызды жұмыстарың көп екеніне сенімдімін. Не? Ой, иә. Сиқыршыларға тыныштық жоқ. Кеттік, Спайк. Ал кристалл жүректі қалпына келтіруге арналған сиқыр бар ма? Мүмкін. Бұл ешкімге белгісіз. Қамалдағы кітапхана Кантерлоттағыдай үлкен. Сол жақтан бір нәрсе табуымыз керек. Боранды тоқтата аласыңдар ма? Иә, бірақ тіпті біздің сиқырымыздың өзі мұзды солтүстіктің күшіне төтеп бере алмайды. Қолымыздан келгенді істейміз, бірақ сендердің тездеткендерің жөн. Сиқырлы сөзді қанша уақыт іздейтінімізді білмеймін, бірақ сырттағы понилерді жылы жерге апару керек. Және кристалл жүрек туралы айтпаңдар. Біз дүрбелеңді қаламаймыз. Түсінікті. Қыздар, соңымнан еріңдер. Маған сендердің көмектерің қажет. Кристалл кітапханасы өте үлкен. Бізге арқа сүйіңе болады, Туайлайт. Ол қайда жоғалып кетті? Ана жақта. Спайк, менің ең үлкен қорқынышым орындалған сияқты. Туайлайт мені оқытудан бас тартса таң қалмаймын. Сенің кінәң жоқ. Бұл тізім жеткілікті деп мен айттым. Мәселе тізімде емес, Спайк. Сенде де емес, Туайлайтта да емес. Санберстің менімен дос болғысы келмейді. Мен оның дос болғым келмейді деген естіген жоқпын. Олай айтудың қажеті де жоқ. Ал Туайлайт сені дос болуға лайық деп есептейді. Мен де солай ойлаймын. Рахмет, Спайк. Менің екі досым бар. Біреуі Айдахар сияқты демінен от шығарса да. Бұл Айдахардың демі емес, күн суытып кетті.
Дұрыс айтасың. Бірақ кристалл жүрек күнді суытпау керек еді ғой. Дұрыс айтасың, бірдеңе болып қалған шығар, кеттік. Қымбатты достар, қазір сыртқа шықпаңыздар дегіміз келді. Мен түні бойы бұл жерді күзетіп жүрдім және бұл жерден кетпеймін. Бірақ, білесіздер ме, сәл артқа шегінгендеріңіз жөн, үйлеріңізге дейін. Құдайым, не болып кетті өзі? Кристаллинг рәсімі біздің қасиетті дәстүріміз. Балақайды кристалл жүрекке жақындатқанда, мен оған мүмкіндігінше жақын болғым келеді. Бірақ, шынымды айтсам, рәсім мүлде өткізілмеуі мүмкін. Шындығында, балақай қанатты дарамүйіз сиқырын басқара алмайды. Оған жақындаудың қажеті жоқ. Түсіндіңіздер ме? Қанатты дарамүйіз? Мәссаған тезірек көрсек екен. Оның қанаттары әдемі екені анық. Иә, мүмкін. Тыңдаңыздар, мен рәсімнің болмайтынына 100% сенімдімін. Рәсім болмай ма? Онда неге от шашу шоу басталды? Алақай! Алақай! Балақай келе ғой. Пинки бай тәтеңеке. Бритбек бесік жірі. Хайхуптың дауысырғаға. Жұмбақ карталармен шытырмандар. Ой, сен бір нәрсе таптың ба? Әзірге жоқ. Мен олардың қалай орналастырғанын түсінбей тұрмын. Шайнен Кармыр, сені балақайға қарап жатыр екен десем? Қарап жүрмін ғой. Ұсталдың ба? Қателесіппін. Мұнда не болып жатыр? Саған қысқаша айтайын ба әлде ұзақ па? Қысқаша. Кішкентай дарамүйіз абайсызда кристалл жүректі сындырып алды. Оны шұғыл түрде қайта қалпына келтіру керек, әйтпесе кристалл патшалығы мұз бен қар басқан үлкен жазыққа айналады. Бәлкім мынау шығар. Троттердің жәдігер кітабы. Бізге керегі де осы сияқты. Жәдігерді қалпына келтіру туралы сиқыр. Мұны тапқанымызға сене алмай тұрмын. Тамаша, бұл кітапсыз не істейтін едік білмеймін. Ой, Бүкіл кітапханадағы бізге ең қажет сиқыр осы болатын. Кешірші, Туайлайт. Сенің кінәң жоқ, Старлайт. Бұлай болады деп ешкім ойлаған жоқ. Сиқырды есіңе түсіріп көрсең қайтеді. Мен оны бір-ақ рет оқыдым. Егер 2 минут бұрын оқыған есіне түсіре алатын пони бар болса, ол сенсің, Туайлайт. Тырысып көрейін. Бұл қанша уақыт алатынын білмеймін. жылдамдата алмайсың ба? Мен көмектесуге тырысам, бірақ қала тұрғындарын көшірген жөн. Рельстер қатып қалмай тұрып, бәрін вокзалға апарып тастау керек деп ойлаймын. Біз апарамыз. Тойлайт екеуінің сиқырды еске түсіретіндеріне сенімдімін. Бізге керегі сиқыр ғана деп үміттенем. Менің көмегім қажет пе? Қажеті жоқ. Сабағыңның өтпегені өкінішті. Қазір бұл маңызды емес. Санберс екеумізді ештеңе байланыстырмайды. Ол қазір абыройлы сиқыршы, ал мен бәрін басынан бастап үйреніп жатырмын. Санберс, мен оны танитын сияқтымын, бірақ ол абыройлы сиқыршы болса, оны мұнда алып кел. Сиқыр іске аспаған жағдайда не істеу керектігін білетін шығар. Әрине. Оның соңынан бар, Спайк. Санберс, далада не болып жатқанын көрген жоқсың ба? Қар? Бірақ бұл мүмкін емес қой. Кристалл жүрек. Сынып қалған. Балақай. Шайнинг Армор мен Каныстың баласы қанатты дарамүйіз. Рас па? Рас. Ол өзінің сиқырын басқара алмағандықтан жүректі сындырып алды. Оны қалпына келтіру керек, сондықтан Каденс ханшайым сенен көмек сұрады. Менен? Әрине, сен кристалл патшалығындағы мықты сиқыршысың. Бізге сенің көмегің керек. Әрине.
білесің бе, менің көмектескім келеді әрине, бірақ маңызды шаруаларым бастан асады. Сендер мұнда қала алмайсыңдар. Бұл патшалық рәсімі деп айттым ғой. Жақын туысы балақайды көтергенде, бүкіл патшалық қуанышпен жарыққа бөленеді. Ал кристалл жүрек бұрынғыға қарағанда жылдамырақ соғатын болады. Өте әсерлі рәсім. Менің ойымша бұл рәсім мүлде болмайды. Кетіңдер, мұнда күн өте суық. Бұл кристалл патшалығы. Біз бұрында да қар көргенбіз. Бұл сияқты қарды көрген жоқсыз. Дауласуға уақыт жоқ. Каденс ханшайым қала тұрғындарын көшіруге шешім қабылдады. Бірақ рәсім... Иә, біз енді оны өткіземіз бе білмеймін. Кристалл жүрек сынып қалды. Не дейді? Сұмдығы? Жер қауіпті. Біздің айтқымыз келгені де осы болатын. Самберс, қолың бос емес екенін білем, бірақ менің не дегенімді естідің бе? Иә, естідім, бірақ жауап бердім. Беделді сиқыршы болсаң, жұмыс қаптап кетеді. Самберс, Тыңдашы, Старлайт. Менің көмектескім келеді, рас айтам, бірақ көмектесе алмайым. Шын айтам. не туралы айтып тұрсың? Ескі жәдігерді қалпына келтіру, бұл менің қолымнан мүлде келмейді. Бірақ мен сені мықты сиқыршы деп ойладым ғой. Сен қателесесің, түсінікті ме? Мен сиқыршы емеспін. Тіпті болғанда емеспін. Мені түсіну оңай емес, білем. Біздің бәріміз жетістікке жете бермейміз. Не? Мен неге сені түсінбейді екем? Неге дейсің бе? Сен де енді достық ханшайымының қамқорлығындасың. Оның екінің бірін таңдай бермейтіні анық. Шын мәнінде ол шәкірт. Маңызды емес. Кешір әрине, мен сен ойлағандай ұлы сиқыршы емеспін. Самберс, сен сиқыршысың ба жоқ па маңызды емес. Мен таңғалып тұрмын. Сен әрқашан сиқырдың бәрін білетінсің. Иә, бірақ сиқыр мен оқу бірдей емес. Сиқыршылар мектебінде оқудың қаншалықты қиын екенін білмейсің. Бірақ білімімді іс жүзінде қолдана алмадым. Ал сен жалғыз қалудың не екенін білмейсің. Сосын ашуланғаным сонша, бүкіл қыстақтың ерекше белгісін ұрлап алдым. Тойлайт пен оның достарынан жеңілдім. Содан кейін олардан кек алу үшін өткен шаққа оралдым. Бірақ олар мені қайтадан жеңіп дос болуды үйретіп жатыр. Сен уақыт аясында саяхаттадың ба? Көрдің бе, ол таңғалады деп айттым ғой. Біздің осы уақытқа дейін араласпағанымыз өкінішті. Егер біз дос болып қалсақ, сен маған оқуыма көмектесер едің, ал мен саған көмектесем. Зұлым болмауыма ма? Өткен өміріңнен ұялудың қандай болатынын мен өте жақсы білем. Сен мені сиқыршы деп ойлап келгенде, кешір әрине. Шындықты айту керек еді. Бәрі дұрыс. Тым болмаса бәрін шешіп алдық. Тойлайт бізді мақтан тұтатын еді. Егер оған бұл туралы айтқыларың келсе, дәл қазір кетулерің керек. Мен айтуды ұмытып кетіппін, сен шұғыл түрде кетуің керек. Егер сенде балақайдың рәсіміне арналған кристалл жүректі қалпына келтіретін сиқыр болмаса, кете бер. Рәсім, әрине. Қаттырақ ұста, әпке. Мына жаққа тездетіңдер. Ой, ой. Аз қалды, достар. Вокзалға жақындап қалдық. Біздің қайтуымыз керек. Мен мұны қалай тоқтату керек екенін білем. Бары осы. Меніңше дұрыс сияқты. Тек іс жүзінде біле аласың.
асқан жоқ. Тіпті не істеу керектігін білмеймін. Менің шәкірттерім көмектесе алады. Мұны істеген балақай ма? Мен оны қалпына келтіруге тырысып көрдім. Жәдігерді қалпына келтіретін сиқыр, ол бізге қазір көмектеспейді. Жүрекке 1000 жыл болды. Ол үшін бірнеше сиқыр қажет. Тағы бір нәрсе істеу керек. Жәдігерге ұқсас нәрсе керек. Оған күш пен қуат беретін нәрсе керек бізге. Ал ол? Кристаллинг! Иә, біз бұл сиқырды жарықпен және бас қосқан барлық понилердің сүйіспеншілігімен байланыстырамыз. Сондай-ақ, ауа райын өзгертіп, сиқыр мен қарды тазарту қажет. Және ата-ананы сабырға келтіреді. Бұл балақайдың сиқырының өршуін азайтуы керек. Сен Санбердсің ғой. Старлайт сенің мықты сиқыршы екеніңді айтты. Мен сиқыршы емеспін. Не? Бірақ ол сиқырды өмір бойы зерттеп келеді. Оның үйін көрдіңдер ғой. Ал басқа понилерде ой жоқ, біздің неміз кетеді. Мен рәсімді Твайлайттың өткізгенін қалап едім. Бірақ оның қолы бос емес болғандықтан, бұл мен үшін зор мәртебе. Енді не күтіп тұрмыз? Қала тұрғындары, сіздерге Кристалл патшалығының жаңа тұрғынын таныстырғым келеді. Тамаша балақай. Керемет, тамаша. Бұл өте әсерлі екен. Әлемдегі ең тамаша кристаллинг. Мықты сиқыршы болмасаң да сен керемет жұмыс атқардың. Дұрыс айтасың. Өзіңнің ерекше қабілетіңмен бөлісудің жолын тапқаныңа қуаныштымын. Сен сиқыршысың, бірақ оны өзіңде түсінбедің. Біздің пойыз ауа райының қолайсыздығына байланысты тоқтатылды. Бұл күтпеген жағдай болды. Бірақ бұл момент періштені көргенімізге қуаныштымыз. Сондай сүйкімді. Әжеңе келе ғой. Иә, ол енді ғана тынышталды. Сиқыр көмектескен сияқты. Санберске алғысымыз шексіз. Ол өзінің рөліне байыппен қарайды деп үміттенем. Біздің сәбиімізге сиқырға қатысты көмекпен кеңес қажет болады. Солай емес пе? Каденс, қызым, жауап берші. Оған ат қоямыз ба, әлде оны осылай балақай деп атаймыз ба? Тынымсыз жүрек. Флори Харт. Осы оқиғалар есте қалу үшін. Бірақ бұл ұмытылушы ме еді? Керемет есім. Қалай ойласаң да, енді сен Кристалл патшалығының беделді сиқыршысың. Менде енді сиқырға уақыт бола ма білмеймін. Мен қазір патша туысымын. Бұл үлкен жауапкершілік. Мен сенен лайықты ешкімді білмеймін. Бірақ жоғалып кетпеймін деп уәде бер. Қайда? Сен менің ескі досымсың ғой. Не болып қалды, Твайлайт? Білмеймін, Спайк. Мен әлі де ұстаз болуды үйренуім керек сияқты. Нені айтып отырсың?
Сабақ тамаша өтті. Старлайт пен Сандерс қайта достасты. Иә, бірақ менің арқамда емес. Басымыздан көп нәрсе өтті. Дегенмен шәкірттеріме көбірек көңіл бөлгім келеді. Мен оған бағыт беру керек екенін білем. Сен оған өздігінен шешім қабылдауға мүмкіндік бердің. Және ол іске асты. Білесің бе, мен бұл туралы ойлаған емеспін. Бірақ солай шығар. Сен өте жақсы ұстазсың. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл.